қызым, қазақ халқымыздың сәндік қолданбалы өнерінің бір түрі сүйекпе мүйіз ұқсату өнері. Ертеректе халқымыз қойдың сүйегінен көптеген кәдесый бұйымдарын жасаған. Қойдың кәріжілік сүйегінен жас отбасыларға босаған берік болсын деген ниетпен осындай керемет әдемі кәдесый бұйым жасаған. Сонымен қатар қойдың асығын алшынан түссін, яғни көшбасшы болсын, жолы болсын дегенмен Ақнұртай осындай кішігірім кәдесый бұйым жасаған. Сонымен қатар қойдың қошқар мүйізі, бұл 7 асықпен композиция жасаған. Қошқар мүйіз, қойдың мүйізі мен асығынан композиция ретінде осындай бұйым жасаған. Сонымен қатар алтын түстес құда мыңжылдық, яғни қойдың жамбас сүйегінен құдаларға осындай кәдесый бұйым жасаған. Яғни жамбас сыйлы қонақтарға тарту етілген. Бұл қойдың жауырынан қаламсалғыш жасаған. Яғни қойдың жауырына тамба белгілерін түсірген ертеректегі тамбалар. Сонымен қатар ағаштың шыбығынан осындай қаламсап жасап шығарған. Анасының не? Ақнұр қызым, бұл жүн. Жүн дегеніміз 4 түрлік малдан алынады, яғни түйеден, қойдың жүндерден алынады. Жүнді біз не істейміз? Жүнді алдымен әдемілеп жуып аламыз. Одан кейін жүннің әртүрлі қоқымдардан сабалап алып, әртүрлі қоқымдардан, қиқымдардан, шөп шаландардан тазалаймыз. Анасының бұл не? Бұл ұршық. Ұршықты не істейміз? Ұршыққа түтілген, әдемілеп жуылған жүнді аламыз да, осы ұршықты иіреміз. Ұршықты айналдырып, орап тұрып, осы ұршыққа жіпті иіреміз. Түсіндің бе, Ақнұр қызым? Осы жіптен әртүрлі бас киім, жүншылық, аяққа қысты тоңбайтындай. Одан кейін керемет осындай сен ойнасын деп анашың саған ойыншықтар тоқып берді әртүрлі түстермен. Ақнұр қызым, бұл сүйекпе мүйізден жасалған және де тоқу, жүн иіру бұл қазақтың ұлттық қолөнеріне жатады. Қызым, осы қазақтың ұлттық қолөнерін дамытып насихаттауымыз керек.